Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Біздер қазір Қазақстан тарихынан дамыған орта ғасырлардағы алғашқы мемлекет, яғни біз қазір дамыған орта ғасырға тоқталатын боламыз, Жалпы біз орта ғасырды үшке бөлген болатынбыз, Біріншісі ол ерте орта ғасыр, алдыңғы сабақтарда өткен болатынбыз бөлімдерде. Екіншісі дамыған орта ғасыр, және кейінгі бар. Біздер келдік 10-13 ғасырлар аралығын қамтитын дамыған орта ғасырларға. Дамыған орта ғасырларға жататын мемлекеттер ол Қарахан, Қарақтай, Найман, Керей, және Жалайыр. Енді тағы бір мемлекет бар, ол Қыпшақ хандығы деп аталады. Осы мемлекеттерге біз тоқталатын боламыз. Бүгінгі сабақта біздер Қарахан және Қарақтай мемлекетіне тоқталамыз. Жақсы. Енді Қарахан мемлекеті. Жалпы Қарахан мемлекеті бізде Қарлұқ қағанаты бар. Соның орнына құрылған мемлекет. Жетісу жерінде Қарлұқ деген қағанат өмір сүрген. Осы Қарлұқ қағанатына 940 жылы әлсіреген пайдаланып, мына саманилердің шабуылы салдарынан әлсірейді. Саманилер шабуылы салдарынан Қарлұқ мемлекеті әлсіреп, 940 жылы Қашғарияда өмір сүріп жатқан Қарлұқ тайпалары Баласағұн қаласын басып алады. Қарахан мемлекетінің негізін қалаған Сатық Боғра, яғни мына Баласағұн қаласын басып алған Сатық Боғра деген хан. Жоғарысына жазып қояйық, Сатық Боғра хан. Енді Қарахан мемлекетін ол 942 жылы негізін қалайды. Міне, Қарахан мемлекеті 940 жылы негізі қаланып, 1212 жылы құлайды. Бұл Қарахан мемлекетінің хронологиясы. Енді Қарахан мемлекеті туралы біз деректерді араб және парсы деректерінен алады екенбіз. Парсы деп отқанымыз қазіргі таңда Иран, Араб парсы деректерінде Қарахандарды былай көрсетеді. Олар Қарлұқтар, яғни арасынан шыққан түркі тайпаларына билік еткен қағандардың қағаны деп көрсетеді екен. Қарахандардың шығу тарихы Қашғарияда өмір сүрген Қарлұқтармен байланысты. 940 жылы мана айтқан Қашғария Қарлұқтары Баласағұн деген қаланы басады. Баласағұн Қарлұқтардың астанасы емес, бірақ біз өткенде Қарлұқтардың астанасы Суяб қаласы дедік. Бірақ екінші астанасы деуге болады. Себебі Баласағұн қаласында Қарлұқтардың ең бай ақсүйек шонжарлары өмір сүрген екен осы жерде. Түсінікті ғой, Енді Баласағұнды жаулап алған мана айтқан Сатық Боғра болады. Қарахан мемлекетінің құрылуы енді. 942 жылы Сатық Боғра Қарахан мемлекетінің негізін қалайды. Жалпы Сатық Боғраның өмір сүрген жылдары 915-тен 955 жылға дейін дейміз. Енді Қарахан мемлекеті деп не үшін аталды? Неге Қарлұқтар деп атала салмады бұрынғыдай? Себебі Қарахандықтар ол Қашғария жерінен шыққан дедік, бірінші. Екінші себеп Сатық Боғраның бабасы, яғни Қарахандықтардың бабасы Қарахан деген баба болған. Сол әулет, яғни сол адамның орнына құрылған әулет есебінде құрылған мемлекет. Мемлекеттің атауы сонда Қарахан деген бабаларының атына қойылған деген сөз. Енді Қарахандықтар кезінде Қарлұқтарға күн бермей жүрген, біздің бірінші шекарасын көрсетіп жіберейік. Ғазнауилермен бірігіп, яғни кезінде саманилер Қарлұқтарға күн бермей жүрді ғой. Сол саманилерді Ғазнауилермен бірігеді да Самания әулетін құлатады. 999 жылы. Жаттауға ыңғайлы. 999 деген жыл. 999 жыл Самания әулетін Ғазнауиттер мен Қараханиттер бірігіп құлатады. Содан кейін Ғазнауи мен Қарахандар шекараны бөліп алады. Екеуінің шекарасы Әмудариядан бөлінген. Міне, Әмудария өзенінің жоғарғы жақтары Қарахан мемлекетінікі. Мынау Қарахан мемлекетінің шекарасы картадағы, ал төменгі жақтары Ғазнауи мемлекетіне тиесілі болады. Сонда Қарахан мемлекетінің шекарасын біз батысы Мәуернахр дейміз, шығысы Жетісу мен Қашғар жері дейміз. Міне, Қашғар жері тұр,
Жетісу жері тұр да, жазылды, белгілеп қойдық. Астанасы Баласағұн қаласы болады. Қарахан мемлекетінің астанасы Баласағұн мемлекет дейсіздер тестте келген кезде. Кеттік. Әрі қарай. Қарахан мемлекетінің солтүстігінде тағы бір мемлекет болды. Ол Қыпшақ хандығы, көршілері. Түсінікті. Енді Қарахан мемлекеті күшейген кезінде 11 ғасырдың 30 жылдары, яғни 1030 жылдар шамасы, екіге бөлініп басқарылады. Мемлекет екіге бөлінген, бірақ бір тұтас мемлекет ретінде. Бұны қосарлы тең құқықты басқару жүйесі деп атайды. Енді батысы бізде кіші қаған саналды, яғни батысы шығыстан төмен саналды. Батысы сонда шығысқа бағынышты деген сөз. Бағынышты. Батысы Боғра қара қаған басқарады, ордасы, яғни астанасы Бұхара, кейін Самарқандқа көшіріледі. Батысты басқарған тайпаны Яғма тайпасы деп атаймыз. Енді шығысы жоғарғы билеуші аталды, Арслан қара қаған дейді. Астана Баласағұн және Қашқар жерінде орналасты. Бұл жерді басқарған тайпа, яғни шығыс бөлікті басқарған тайпа Жікіл тайпасы деп аталған екен. Түсінікті ғой, батысты Яғма тайпасы басқарады, шығысты Жікіл тайпасы басқарады. Батыс шығысқа бағынышты, яғни мынау кіші болып саналды. Мынау шығыс жоғары болды. Кеттік, әрі қарай. Қарахан мемлекетіндегі жер иеліктер қалай бөлінді? Қарахан мемлекеті Қазақстанда қалыптасқан алғашқы мұсылман мемлекетімен қатар, мұсылман мемлекеті үші. Оның үстіне Қарахан мемлекетін феодалдық мемлекет деп атаймыз. Себебі бұл жерде жер үлестері болған. Әскери адал қызмет еткен үшін иқта деген жер берілген. Яғни иқталық жүйе болған деп атаймыз. Иқталық жүйе. Феодалдық жүйе деген сияқты. Дүние тарихын білетіндер жақсы түсіну керек болады. Иқтаны ұстаушылар иқтадар деп аталады. Яғни иқтаның иесі, сол жердің иесі иқтадар деп аталады деген сөз. Дін басылардың жері вакыфтық жерлер. Бұларға салық салынбайды, оқушылар. Салық салынбады. Бұл жерде медресе, мешіттер салынды деген сөз. Қарахан мемлекет мана біз мұсылман мемлекеті деп атауымыз сода. Жекеменшік ақсүйектердің жері, яғни ақсүйектерге тиесілі жер, жекеменшік жерлер. Мүлік деп аталды. Мүлік деген қазір заң деп ғой. Дүние деген мағынаны білдіреді, оқушылар. Белгілі бір дүние, жеке мүлік десек, бір адамға тиесілі зат деген сияқты. Исламның таралуы келесі. 10 ғасырда исламның таралуы бастайды. Сатық Боғраның тұсы. Сатық Боғра ислам дінін алғаш қабылдаған Қарахан мемлекетінің ханы. Мана айтқан ол 915-тен 955 жылға дейін өмір сүрген. 955 жыл қаза табады. Сонда оның билік еткен жылдарын шығара аламыз, Сатық Боғра 942-ден 955-ке дейін билік етті дейміз. Билік етті. Мына жерге жазып қояйын, билік етті. Ал мына өмір сүрді деп қоямыз. Өмір сүрді. Енді 960 жылы Сатық Боғраның баласы Мұса ислам дінін мемлекеттік дін деп жариялайды. Міне, ресми дін. Значит, Қарахан мемлекетінде тұратынның барлығы ислам дінін қабылдау керек. Яғни барлығы ислам дінінде болу керек деген сөз. Түркілерді ислам дінін енгізу біртіндеп басталды, ол Қарахандардың тұсында. Мұса қағанның ислам дінін мемлекеттік дін деп жариялауының себептері бар. 3 себебі бар негізгі. 3 себебі бар. Ислам дінінің көмегімен өз билігін нығайтуға ұмтылды. Мұсылман елдермен байланысты көбейту, күшейтуге ұмтылды. Мұсылмандар қоныстанған аумақтарды өзіне қосып алу. Жалпы былай түсініп беруге болады, кез келген дін пайда болған кезде оны қабылдайтын кімдер? Бірінші ол қарапайым халық. Жалпы ақсүйектерге дін қатты бір маңызды емес болды, Себебі неге? Себебін түсіндіріп кетейін осыны. Енді қараңыздар, жалпы дін нені насихаттайды? Қарапайымдылықты, кез келген дін, ол мына дүниедегі байлықтан бас тартуды, жақсылық жасауды, өзіңде болған затты жетіспейтін адамдарға бөліп беруді деген сияқты насихаттайды ғой. Ақсүйектерге бұл бай өмір сүріп жатқан адамдар үшін қатты бір маңызды емес, керек емес десек те болады, Ал қарапайым халық өздері қиналып жүргеннен кейін бұл діннен, яғни үміт күтеді, қорғаушысын іздейді, сенеді, сенім білдіреді.
Сол себепті Мұса дінді қабылдау арқылы халықтың көңілінен шыға білді. Мемлекет үшін ең бірінші керек ол халық және территория дейміз, жер. Сол себепті халықтың көңілінен шыққан билеуші жақсы билік ете алады. Яғни басқа билеушілердің алдында өзінің абыройы жоғары болады. Сол себепті Мұса қаған ислам дінін мемлекеттік дін деп жариялайды. Енді бірақ Бартольд былай айтады. 10 ғасырда дейді, араб географтары дейді, түркілерге ислам діні әлі де болса жат деп атайды. Себеп неге? Себебі қыпшақтар бар, түркілерде жалғыз қарахандар емес қой. Қыпшақтарда шынымен 10 ғасырда ислам діні толықтай таралып болмаған. Сол себепті әлі де болса толық таралмады деп көрсетіп тұр бұл жерде. Енді Қарахан мемлекетінің құлауы. Жалпы біз Қарахан мемлекеті күшейген кезде екіге бөлінеді дедік қой. Батыс болып, шығыс болып. Бұлай екіге бөліну міндетті түрде мемлекетті жақсылыққа апармайды. Мына яғма тайпалары басқарып отырған ақыр аяғы өзінің тәуелсіздіктерін аңсай бастайды. Яғни қашаманға біз шығысқа тәуелді боламыз, салық беріп отырамыз мына халықтан. Бізді тең құқықты билік жүргізіп, біз өзіміздің неге мемлекет құрмасқа деген сияқты өзара ойлар туындайды. Қанағат жоқ қой былайша айтқанда. Қырғызстар пайда болды екі бөлік арасында. Мына екеуінің арасында қырғызстар болды. Иә? Батыс шекара Мәуереннахр болды, шығыс Жетісу мен Қашқар болды. Екеуін Сырдария деген өзен бар мына жерде. Сырдария өзені бөліп жатты. Иә? Сыр өзені. Аралға келіп қояды. Осыны ұтымды Қара-Қытай пайдаланады. Мына Монғолия жерінде Қытайлардың күшімен 1125 жылы Ляо империясы құлап қалады. 1125-те Ляо деген империя құлайды. Солардан бөлініп шыққан қидан тайпалардың бір бөлігі Жетісуға қарай көшеді. 25 жылы бұлар Жетісуға келеді да 28 жылы Баласағұн қаласын басып алады. Яғни Қара-Қытай деген атау алады біздің территориямызға келіп. Бұлар негізі Қытай тайпасы емес, Моңғол тектес тайпалар. Бұларды Қытайлар, Қара-Қытайлар деп атаған мұсылмандар мен түркілер. Себебі олар Қытай жерінен келіп тұр. Қытай жақтан келіп тұр. Сол себепті оларды мұсылмандар, түркілер, Қара-Қытай мемлекеті деп атаған, яғни Қара-Қытай тайпалар. Бірақ түп негізі бұлар қидандар деп аталды, жақсы. Қара-Қытай мемлекеті де Жетісудың жаулап алуы, Қара-Қытайды Жетісудың жаулап алуы, яғни Жетісуды Қара-Қытайлардың жаулап алуы Қарахан мемлекетінің әлсіреуіне алып келді. Әлсіреген Қара-Қытайды және Қараханды 1213 жылы Шығыс Қарахан мемлекетін Найман ханы күшіліп басып алады. Күшіліп. Ал 1212 жылы Самарқанд қаласында Хорезм шахы күшейіп, Мұхаммед деген Хорезм шахы Батыс Қарахан мемлекетін құлатады. Міне, 1212 жылы. Сөйтіп, Батыс Қарахан мемлекетінің құлауы тарихта Қарахан мемлекетінің жойылуы деп аталады екен. Қарахан мемлекетінің Батыс Қарахан емінің құлауы Қарахан мемлекетінің жойылуы. Сонда Қарахан мемлекетін құлатқан екі мемлекет бар. Ол Шығыс Қараханды құлатқан Наймандар, Батыс Қараханды құлатқан Хорезм шах. 1212 жылы Батыс Қарахан құласа, 1213 жылы Шығыс Қарахан құлайды екен.